ғылым адамы ретінде айтайын дегенім, мына ояну дегенді түсініп отырмын. Бірақ менің ойымша, адам ояну үшін алдымен өзінің кім екендігін сезінуі керек деп ойлаймын. Қанша оянғаныменен, егер де өзінің кім екендігін, не үшін жүргендігін сезіне алмаса, оның оянғанынан да, ұйықтағанынан да ешқандай да не жоқ, айырмашылығы жоқ. Мысалы, мен жұмысқа баратқан кезде өзім ойлаймын, мен қазір барамын, қазір осындай жұрттың алдына шығамын, сөйлеймін, не жасаймын, сол кезде өзімді сезінуге тырысамын. Одан кейін мен кіммін олардың алдында? Мен бала шағамның алдында кіммін? Қоғамның алдында кіммін деген сондай сезінсем, онда мен ояндым деп өзімді ойлаймын. Ал енді басқа жағына келетін болса, олына діни жағына, басқа жағына, бұл жерде менің айтатын сөзім бір-ақ нәрсе, өзінің кім екендігін алдымен сезініп алу керек. Сол адам ғана менің ойымша өмірде оянды, оянған көкірегі бар адам деп түсінемін. Ғылымның қай саласында жасайсыз? Экономика. Экономика. Мына адамның өзінің кім екенін білу, ол мамандыққа қатысты ма, әлде адами табиғатына қатысты ма? Қайсысын айтып отырсыз? Адами. Себебі менің ойымша адам дүниеге келген кезде 3 ай 40-нан шыққан бала өзін сезіне алады. Және ата-анасын, қоршаған ортасын басқара алады. Сол өзін сезінгендіктен. Ал енді ұйықтап жатқан адамға сіз ешкімді сезінбесеңіз, сіз ұйықтаған адам болып қала бересіз. Ол факт ретінде де, өмірлік ретінде де. Қонаққа барайын. Біреулер лепіріп сөйлеп атады. Неге? Себебі ол өзінің сол жерде отырғандығын сезінбейді. Немесе ішіп алады да, біреулер ішіп алған адамның ішінде де ояу адамдар болады. Себебі өзін өзі сезіп отыр, ол ішкендігін, көргендігін. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан ол сезіну, нақты қайда отырғандығын, не істеп отырғандығын, сонда ғана ол көкірегі ояу, немесе адамның сана сезімі ояу деп ойлаймын.